Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға әдістемелік ұсынымды ұсынып отырмын. Бұл жұмыстың тақырыбы жүннен жасалған бұйымдарды қолдану ерекшеліктері. Бұл жұмыстың бағыты оқушыларды шығармашылық жұмысқа жетелеу. Жұмыстың мақсаты: оқушыларға жүнді өңдеу әдісін меңгертіп, жүнмен бейнелеу өнері арқылы шығармашылық қабілеттерді дамыту, ұлттық мәдениет пен дәстүрлі қолөнерді насихаттау, болашақ ұрпақтың санасына ұлттық құндылықтарды дарыту. Міндеттер: жүнмен жұмыс істеу техникасын меңгеру, жүнді бояу және өңдеу әдістерін үйрену, киіз басу тәсілдерін игеру, шілтер тоқу дағдыларын қалыптастыру, жүннен түрлі бұйымдар жасау, түстерді үйлестіре және композиция құруды үйрену, ұлттық қолөнердің маңызын түсіну, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту. Бұл жұмыстың өзектілігі: оқушы қыз балалар осындай қазақтың ұлттық қолөнер түрлері ізгілікті істермен айналысса, олардың бойында эстетикалық мәдени талғамдары шеберлікке ұласып, зерттеу әдістері, зерттеу мәселесіне байланысты қазақтың қолданбалы өнері жайлы әдебиеттермен таныса отырып, қолөнердің алуан түрлері арқылы кәсіби білімдері дамиды. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары арттыру арқылы өз елінің өнерін қадірлеп, тарихымен танысып, ғасырлар талғамынан өткен халқымыздың асыл қазынасы арқылы отан сүюге, талғампаздыққа, үнемшілдікке, ұқыпты болуға, дәстүрін жалғастыра білуге қалыптастырады. Бұл жұмыстың бастапқы түпкі негізі бізде көркемеңбек пәнінің оқу бағдарламасында оқыту мақсатында былай көрсетілген: қоршаған ортаның визуалды элементтерін әртүрлі тәсілдермен құралдарды үйлестіре отырып бейнелеу, аса күрделі әдістер мен тәсілдерді пайдаланып материалды көркемдік, табиғи және жасанды және құралдарды қолдану, эксперимент жүргізу. Оқу мақсаттарына жету жолында білім алушылар күнделікте өмірде әртүрлі заттар мен нысандарды жасап, визуалды бейнелеу дағдыларын дамыту тиіс, және үй-жайлар, демалыс орындарда арналған интерьер сызбаларын немесе үлгілерін ұсынады. Мерекелер үшін сыйлық ашық хаттар мен декорация жасайды деп көрсетілген. Бұл әдістемелік ұсынымда көркемеңбек сабақтарында оқушылар еңбек процестермен танысып, өнер құралдарымен жұмыс істеуге үйрене отырып, білім шеберліктері қалыптасады. Осы әдістеме курсын оқыған оқушының білімділігі мен тәрбиесі тұрғынан атқаратын қызметін сараптасақ, оқушының политехникалық ой-өрісі дамытып, ынта ықыласын нығайту және мамандықты сапалы түрде таңдап алуға даярлау. Өнерге деген сүйіспеншілік, еңбек етуге қабілеттілік пен шеберлік, қоғам пайдасына шын ниет пен шығармашылық жұмыс істеу ынтасы, қоғамдық пайдалы, өнімді еңбекке даярлау. Еңбек мәдениеті мен оның ғылыми ұйымдастыру негізінде үйрету, қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау дағдыларын жетілдіру. Қолданбалы өнер мамандықтары бойынша оқушының бейімі мен қабілеттеріне сәйкес және қоғамдық қажеттіліктерді ескере отырып мамандық таңдау. Жүнмен әсем бұйым жасау өнері бұл ежелден келе жатқан қолөнердің бір түрі. Ол жүнді түрлендіру арқылы өнер туындыларын жасауға бағытталған. Бұл шығармашылық процесс жүнді бояу, иіру, тоқу және киіз басу арқылы жүзеге асады. Шығармашылық және эстетикалық қабілеттерді дамытуға мүмкіндікті беретін бұл өнер түрі қазіргі заманда жаңа қырынан көрініс табуда. Жүнмен бейнелеу өнері арқылы оқушыларға ұлттық мәдениет пен дәстүрлі қолөнер түрлерін тереңірек түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар бұл өнер түрі әртүрлі техникаларды меңгеруге мүмкіндік береді. Мысалы, киіз басу, шілтер тоқу, жүнді иіру, тағы да басқа. Оқушылардың қолөнерге деген қызығушылықтарын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға үлкен ықпал етеді. Жүнмен жұмыс жасау, түрлі түстерді үйлестіру және композиция құру дағдыларды қалыптасады. Жүнмен әсем бұйым жасау өнері және жүнмен бейнелеу өнері
сабақтары өнер сабақтары оқушылардың зейінін, шыдамдылығын және ұқыптылығын арттырады. Оқушылар өз қолдарымен жасаған бұйымдарды олардың өзіне деген сенімділіктері артады. Мінекей, құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға оқушылармен бірге істеген жұмыстар. Бұл жұмыстар әрине ұзақ уақытты талап етеді. Өздеріңіз де түсініп отырсыздар, иә. Әр уақытта кішкене бір сәл элементтерден бастап ретімен жасаймыз. Бұл жұмыстарға әжептәуір уақыттар кетеді. Енді мына жерде осы өнермен таныстырмас бұрын балалардың алдына жұмыстың жүйесін дұрыс сақтау осындай мінекей инструкциялық карта беріледі. Бұл картада реттілік жазылған бұйымның композициясын, эскизін, үлгі суретін салу, бастапқы идея, жүннің сапасын білу, таңдау, яғни жүннің майда түрі бар, кішкене талшықтары, жаңағы бұйра түрі бар, талшықтар бар, соның бәрін бала түсініп отырып айыра білу керек. Сосын қажетті түстерді, енді жүннің бірнеше алуан түстерін сатып аламыз. Сосын баланың ойындағы идеясындағы жаңа суретке композиция қатысты қажетті түстерді бір-бірімен жарастырып гармониясын табу. Сосын жұмысты бастапқы негізін дайындау, көлемін білу, яғни біз А4 форматта ма, А3 форматта жаңағы көлемін алдын ала ойластырамыз. Сосын бұл жұмыста балаларды міндетті түрінде мен екі әдісін бірінші үйретіп аламын, ол дымқыл өңдеу әдісі және құрғақ өңдеу әдісін. Сосын жұмыс кезінде қауіпсіздік техника ережені міндетті түрінде сақтаймыз. Жүнмен киіз басу өнер туралы ақпараттарды жинап, баланың жаңағы теория жағынан да білімділігін нақтылау жұмыстарын атқарамыз. Келесі. Енді жұмыстың басында әрине балалар өз идеяларын көрсету үшін бірінші біз бірнеше суреттер, үлгілерді саламыз. Сосын фетр матамен алдын ала үлгі коллаж, аппликация жасап көреміз, яғни алдын ала қатемен жұмысты білетіндей. Мінекей, сіздердің назарларыңызда мінекей мына жерде балалар мінекей сурет салып отыр. Мына бергі тұста бала жаңағы мінекей құрғақ әдісін орындап отыр. Міне сіздерге жаңағы әр уақытта, әр сыныптарда, бұл 8-ші сыныпқа арналған болғанмен, бұл жұмысқа лайықты 6-шы сыныптың қыз балаларына бастап үйретемін. Мінекей мына жерде жүннен жасалған киіздің екі түсін негізін қалап аламыз, бірінші жасап аламыз. Сосын мінекей мына жерде дымқыл өңдеу процесінде ыстық су құйып, жаңағы А3 форматтың бетіне жаңағы целлофан төсейміз. Одан кейін мінекей мына жерде мына қыз балалардың алдында жатыр мінекей талшықтарды көлденең және тігінен 5-6 қабат балалар ретімен қойып алады да, ыстық су және сабынмен көпіршікпен илейміз. Мінекей балаларға түсіндірем, илеу уақыты бір 30-25 минут. Одан кейін мінекей оқтаулаймыз. Оқтаулағаннан кейін жаңағы уже идея бойынша сурет жаңағы негізін қалап алғаннан кейін, дайындап алғаннан кейін уже басқа жүн талшықтарын қойып суреттің жаңағы пішіндерін жасай бастаймыз. Мектеп қабырғасында әртүрлі жаңағы іс-шараларда, атаулы күндерге, мысалы 8-ші наурыз халықаралық күндері ата-аналармен бірге қыз балалар аналарын шақырып бірге жұмыс жасаған жұмыстарымыз да болды. Міне сіздерге назарларыңызға көрсетіп отырмын. Яғни бала мен ана бірге жұмыс істесе, яғни осы өнерге деген, бір-біріне деген бала, ана міндетті түрінде анадан көреді, анасы енесінен, үлкен әжеден, яғни ұрпаққа жалғасатын өнер болғандықтан, мінекей осындай сабақтастық өнер жұмыстар болады бізде. Сосын мінекей аудандық, облыстық әртүрлі шараларға қатысар кезде қатысып жүремін, мінекей көріп тұрсыздар. Менде 6-шы, 7-шы, 8-ші сынып
оқушылары төртеуден үшеуден сабақтан кейін, әрине бізде қазір үйірме жоқ болса да сабақтан кейін қалады, балалар жұмыс істейді менімен бірге. Сосын мінекей кабинетімде арнайы мынандай стенд бар. Бұл стендқа мен бірнеше жаңағы кабинетімде 6 стенд бар. Кестеге арналған, бисерге арналған, жұмыс арналған. Ең соңында мынандай мінекей көрме ұйымдастырамыз. Сіздерге назарларыңызға рахмет. Енді мен сіздерге қазір өзім көрсетіп кетейін. Мына жерде алдын ала мінекей кабинеттегі жұмыстарды әкелдім. Міне балалар бірінші мынандай композиция жасайды. Мынау мата кәдімгі жай шыт ақ матада. Неге? Өйткені жаңағы инемен қадап отырғанда мына жүнді жұлғаннан гөрі матаны өзімен алған жақсы. Мінекей мынандай поролон, міне инесі, мінекей мынандай композицияда жұмыс жасайды. Мынау балалардың ең бастапқы жұмысы. Сосын жаңа айтып кеткендей, міне екі түсті бір негізін қалап аламыз, мінекей жасап аламыз. Одан кейін осы екі негізін ою-өрнек ойғаннан кейін бір-біріне алмастырып инкрустация жасап, мінекей ең бастапқы мынау үлгі ретінде қолданамын. Мінекей сырмақтың екі түрі. Мінекей. Так. Сосын мінекей балалардың жұмысы. Бұл стендтен шешіп әкелдім. Сіздерге көріне ме, Айгүл? Көрініп тұра ма сіздерге? Сосын мынандай жұмыстарды, балалардың жұмыстарын әкелдім. Мінекей сіздерге көрсетіп отырмын. Сосын қазіргі заманауи өте қажет. Мінекей мынау ең алғашқы жұмыстарым бірі. Қазіргі заман қыз балаларға тура келетін мінекей. Біздің өзіміздің қазақтың қоржын дейміз ғой, бірақ қазіргі қыз балаларда осындай өз қолдан жасап, аппликация арқылы немесе қазіргі заман материал фетрдан да жасап атады. Мінекей нағыз киізден жасалған қазіргі заман лайықты сумка. Енді сіздерге осы зумға қатысқан үшін көп рахмет айтам. Қазір мен сіздерге скриншот жасап алайын. Ренжімесеңіздер видеоны тағы да ашып жібересіздер ма? Так. Рахмет. Өздеріңізде сұрақ бар ма маған деген? Мына жерде қосымша сіздерге жұмыстарымды, балалармен жұмыс істеген жұмыстарымды көрсетейін. Міне әр сабақ сайын арасында гобелен тоқу өнерін көрсетемін, үйретемін балаларға. Мінекей түрлі түсті жүндермен балалар сурет бойынша мінекей талшықтарды орналастырып жатыр. Жаңағы ең бастапқы киіздің негізіне. Алғашқы жұмыстардың бірі. Сіздерге көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Сіздерге өздеріңіз маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? У вас есть вопросы? Нет, только пожелание удачи пройти аттестацию. Аха. Рахмет. Рахмет, Айжан. Аха. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар, қатысқандарыңыз үшін көп рахмет.